Сәлем достар, ең оңай, дәмді және тұмауға қарсы қуаты бар сорпаны көріңіз келсе, видеоны аяғына дейін көріңіз. Сүйекті етті кастрюльге немесе қазанға салып, үстінен ет батқанша дейін мұздай су құямыз. Қатты отқа кастрюльімізді қойып, көбігі шыққанша дейін қайнатамыз. Көбігін алып болған соң, астын жай қоямыз. Міндетті түрде пияз, помидорды екі бөліп саламыз. Сәбіз, картоп және ұнатқан көкөністерді еттің қасына жібереміз. Және жай отта 2-2,5 сағат қайнатамыз. Ет піскен соң керемет сорпамыздан етімізді және көкөністерді сүзіп аламыз. Етімізді, сәбіз, картопты тураймыз, сүзілген сорпаға туралғандарды қайтып саламыз. Және сорпаға тұмаулағанда міндетті түрде майдалап туралған чили бұрышын, сарымсақты ұнатқан мөлшерде өз кесеңіздегі сорпаға салып, ыстық күйінде жесеңіз, рақаттанып терлеп, бізге рахмет айтасыз деген ойдамын. Видеоны көргендеріңіз үшін үлкен рахмет, келесі кездескенше.